Сәлем баршаңызға, сіздер Шебер Перизат арнасындасыздар. Арнама қош келдіңіздер. Сіздерменен бүгін біз өте бір пайдалы лайфхакпен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, және де ең бірінші болып қызықты видеоларды көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен көйлегімізді етегін алдыңғы бөлігінен қырқып аламыз. Осындай төрт түрішті етіп. Бұл бізде қазіргі негізгі бұйымымыздың үлкен бөлшегі болады. Көбінесе осындай ескі киімдерді жаңа бір өң беретін кезде, жаңа бір дүние жасайтын кезде мүмкіндігінше үлкен бөлігіне бірінші кезекте кесіп алған дұрыс болады. Кейін бір-біріне жалғап жүрмеу үшін. Енді бізге алдына кішкене осындай мата керек. Соны қырқып аламыз. Мен бұны бір танысымның өтініші бойынша жасап жатырмын, және де көз мөлшерінде өлшеп тігетін боламын. Өздеріңіз біліп тұрғандай, фартуктың алдыңғы бөлігін осылай қиып аламыз. Дайын матадан тігетін болсаңыздар, әрине өлшем керек болады. Дайын өлшемдер арқылы, ал бізде бұл ескі көйлекті өңдеп жатқандықтан, ескі көйлекті босқа тастамай, үнемдеп жаңа бір бұйымды тігіп алайын деп жатқандықтан, біз енді матаның шыққанына қарай өз фантазиямызбен көз мөлшерінде жасай беретін боламыз. Енді артқы көйлектің артқы бөлігінің екінші жағын қиып аламыз. Бұл бізде қазір көресіздер, екі жағындағы желбірек болады. Желбірек жасайтын боламыз бұл арқылы. Осылай әртүрлі үйдегі қалған ескі көйлектерді кейде неше түрлі өз фантазияларыңыз арқылы керемет дүниелер жасауға болады. Әрі ақшаңызды да үнемдейсіз. Және де сіздерге ешкім айтпайды, бұны ескі бір көйлектен тігіп алдың деп ешкім айтпайтын болады. Себебі жарайтын жерлердің барлығын әдемілеп, өңдеп тіккен кезде ол білінбей кетеді. Әрі біз ақшамызды да үнемдейтін боламыз. Егер қаласаңыздар, бірді етіп алсаңыздар да болады. Бірақ мен матаның өзінің бар шыққанын қалдыруды жөн деп санадым. Сондықтан бұл ұзын матамыздың бас жағы қысқа, соң жағы ені ұзындау болғанына мән бермеңіздер. Ортасынан осылай қырқып аламыз. Бізде екі иықта тұратын екі желбірегіміз дайын болды, желбезегі. Бұл менде өзінің өлшеміне көбірек желбірек болып тұруына аздық етті. Кейін тағы да мата қостым. Осылай қойып көреміз. Енді қалған маталарымыздан осындай 4-5 см өлшемінде қиып аламыз. Себебі менде қалғаны тек кусоктар ғана қалды, қиындылар ғана қалды. Осы қиындылардың барлығын бір-біріне қосып, ұзын лента сияқты тігіп аламыз. Енді бұл ұзын ленталарды біздің өлшеміміз бойынша қанша керек соншадан екі бөлік қырқып аламыз. Бұл бізде екі иықтағы желбезекті қосып тігетін негізгі бөлшегіміз болып саналады. Енді желбезекпен жаңағы лентамызды қосамыз.
жаңағы лентамызға желбезекті кішкене бүріп отырамыз. Бүрмелі болады. Кішкене иықта көтеріліп, әдемі сәнді болып шығуы үшін. Ішіне қарай қайырып тігіп аламыз. Тігіп алғаннан кейін міндетті түрде үтіктеуіміз керек. Тігістеріміз әдемі, аккуратный көрінуі үшін. Енді алдыңғы фартуктың үстіңгі бөлігін осы желбезектермен қосып тігіп шығамыз. Біздің енді үстіңгі бөлігі дайын, астыңғы бөлігін дайындап, екеуін қосу ғана қалды. Фартуктың астыңғы бөлігінің екі шеті тігіп шығамыз. 1 сантиметрді ішке қарай қайырып, ал астын тікпеймін, себебі менде кружево матаның етегінің өзі әдемі безендірілген, оны қайыруды қажет етпейді. Енді ұзын матамызды беліне өлшеп алып, 2 қабаттаймыз. 2 қабаттап, үстіңгі жағын тігіп аламыз да, астыңғы бөлігін кішкене қалдырамыз. Ол жерге жаңағы фартуктың астыңғы бөлігін қосып тігетін боламыз. Бұл бізде бауы, белдігі, фартуктың беліне байлайтын жері. Дәл ортасын өлшеп алып, фартуктың астыңғы бөлігінің дәл ортасын тауып, осымен қосып біріктіреміз. Тігісінің ішінде қалу үшін, тігіс аккуратный болу үшін ішіне қосып тігіп жібердім. Инемен көктеп алған жақсы болады, себебі жылжып кетуі мүмкін. Осылай, енді белдігімізді оң жағына аударып аламыз. Енді тігісін қайырып тігіп шығамыз. Осымен біздің фартугымыздың астыңғы бөлігі дайын болады. Үтіктеп алған фартугымызға енді астыңғы және үстіңгі бөліктерін қосып тігіп шығамыз. Менің кішкене белді мықтырақ болсын деп 2 тігіс жүргіздім. Мінекей енді дайын. Енді желбезегіміздің артқы бөлігі X болып тұрады. Соған өлшеміне қарай беліне қосатын боламыз. Яғни желбезектің артқы бөлігіне, белдіктің артқы бөлігіне айқастырып тігетін боламыз. Осылай қою керек. Мен шамада 10 сантиметр қалдырып қосып тіктім. Егер қаласаңыздар, бұндай айқастырмайды тіке түсіруге болады артқы белдікке. Бірақ біз енді осылай болып тігілгенін қаладық. Мінекей фартугымыз дайын. Баршаңызға видео ұнады деген ойдамын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де ең бірінші болып қызықты пайдалы видеоларды көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал егерде басқа да бір ұсыныс пікірлеріңіз болса, комментарияға жазыңыздар. Мен барлықтарыңыздың комментарияларыңызды оқитын боламын. Алдағы кезекті видеоларда жолыққанша сау болыңыздар, қыздар.